Сәлем достар, сіздердің тараптарыңыздан келіп түскен сұрақтарды таңдап жауап беруді жалғастырамын. Бүгін маған келіп түскен сұрақтардың ішінен маған ерекше болып көрінгені мына бір сұрақ. Сәлеметсіз бе, менің 7 жасар қызым бар. Сондай шыдамсыз, қой дегенді білмейді. Жұмсасам қазір деп ұмытып кетеді. Енді бұл сұрақ өте ұзын, сондықтан мен қысқа әр сөйлемге жеке-жеке жауап беруге тырысайын, өйткені бірнеше мәселе бұл жерде қарастырылған екен. Сондай шыдамсыз, қой дегенді білмейді дейді. Жалпы негізі біздің ата-аналардың басты қателесетін тұстарының біреуі, біз балаларымыздың бізге бағынышты болғанын қалаймыз. Яғни былайша айтқан кезде пультпен басқарылатын роботқа айналғанын қалаймыз. Қой дегенде қою керек, отыр дегенде отыру керек, жұмсағанда жүгіріп кету керек деген секілді нәрсені көп жағдайда күтеміз. Бірақ балалардың өздерінің бір тұлға екенін ескеретін болсақ, кейбір жағдайда олардың біздің талаптарымызды бірден орындамауы негізі қалыпты. Бұл жерде менің ойымша ата-аналар бала қой дегенді білмейді, мені тыңдамайды деген секілді шағымданғаннан гөрі мен баламды тыңдата алмай жатырмын, мен балама дұрыс жеткізе алмай жатырмын деп ойласа, тезірек шешім табар еді деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде де 7 жасар қыздан бірден барлық нәрсені керемет істеуін күткеннен гөрі, сіз онымен қарым-қатынасыңызды күшейтіп, сіздің сөзіңіздің әсерлі болуына көбірек мән бергеніңіз дұрыс деп есептеймін. Одан кейін не дейді? Бір нәрсе қой деген білмейді, жұмсасам қазір деп ұмытып кетеді. Адамға түк жұқсыз болып бара жатыр. Яғни адамдардың алдында сыйы кетіп бара жатыр деген мағынада айтқысы келген секілді. Онсыз да сіз айта беретін болсаңыз, балаңыздың онсыз да сыйы кетеді. Яғни былайша айтқан кезде әсер етпейтін болады сіздің сөздеріңіз. Сіздің сөздеріңізді ол естіп еш нәрсе болмағанда елемеуді үйрене бастайды. Сондықтан біз өзіміздің сөзіміздің құнын жоғалтпау керекпіз. Яғни сөздің әсерін жоғалтпау керекпіз. Егер біз әрбір мелочқа, әрбір кішкентай нәрсе үшін балаға ескерту жасай беретін болсақ, әрбір кішкентай үшін балаға сөйлей беретін болсақ, яғни барлық нәрседе жаңағы баламен осылай қарым-қатынасымызды бұза беретін болсақ, онда біздің баланың алдында құрметіміз қалмайды. Бала бізді құрметтемейтін болады, сыйламайтын болады, және бұл автоматты түрде баланың жалпы басқа өзінің айналасындағы адамдармен қарым-қатынасына да кері әсер етеді. Өйткені бала сезінбейтін жағдайға келеді. Яғни еш нәрсені сезбейтін, айналасындағы адамдардың реакциясын сезбейтін жағдайға келеді. Сондықтан да әркіммен қалай болса солай байланыс орнататын жағдайға келеді. Әркімге тиісе береді, мектепте де, үйде де. Кішкентай 1 жасар қызыма да тиісіп жылата береді дейді. Енді бұл үлкен бала, тұңғышы және өзінен кіші бауырлары бар. Автомат түрде өзінің әке-шешесі тұңғышқа жеткілікті көңіл бөлмеген кезде, оның қызғаныш сезімі туындайтыны ол қалыпты. Осылайша барып сіздің 1,5 жасар қызыңызға немесе одан да басқа өзінің бауырларына тиісіп, сол арқылы сізбен байланыс орнатуға тырысады. Сол арқылы сіздің назарыңызды өзіне аудартуға тырысады. Сондықтан бұл жерде үлкенді кінәлағаннан гөрі үлкенге көбірек көңіл бөліп, оны ондай нәрсе істеуге мәжбүр қылмау керексіз. Яғни біз өзіміз баланы кейбір жағымсыз қылықтарды істеуге мәжбүр қыламыз. Өзіміз оны көңіл бөліп, оған уақыт арнап, онымен сапалы уақыт өткізіп, оны тыңдаудың орнына, оны әптен осындай былайша айтқан кезде сұрап жүріп алатын жағдайға түсіріп тастағаннан кейін, балалар да амалсыз өздерінің ішіндегі қажеттіліктерін сізге жеткізу үшін осындай жағымсыз, бұзықтық деп аталатын әрекеттерді жасайтын болады. Қорқақ ойын айта алмайды дейді. Енді көп шектей беретін болсаңыз, көп ұрса беретін болсаңыз, автомат түрде бала қорқақ болады. Яғни немесе көп қорқыта беретін болсаңыз, мысалы полициямен қорқытсаңыз, дәрігермен қорқытсаңыз, әкесімен қорқытсаңыз деген секілді әртүрлі жолдармен қорқыта беретін болсаңыз, бала автомат түрде қорқақ болады. Және мына жерде бағанағы әркімге тиісе береді, мектепте, үйде дегенге тағы қосымша айта кететін нәрсе, сіз үйде оған агрессия беретін болсаңыз, автомат түрде ол агрессияны сыртқа шығарады. Мектепте шығарады, немесе өзінің бауырларына шығарады. Жалпы айтқан кезде қағида агрессия туындатады. Сондықтан егер балаңыз агрессив болып жатқан болса, сіз оған көп агрессия беріп жатқан болуыңыз мүмкін, яғни өзіңіз көп айғайлап ұрсып жүрген болуыңыз мүмкін. Онсыз да сұрақтың соңына қарай айтады, мойындайды. Екіншісі, көп шектеу қоюыңыз мүмкін. Көп шектелген балалар да ашушаң болады. Енді ұрыссам жауап қайтармайды, басын төмен қаратып жауапсыз тұра береді дейді. Бұл негізі өте бір қызық сұрақ. Мен өз жалпы негізі ата-аналарды түсіне алатын емеспін, өкінішке орай. Ата-аналарды түсіне алмай қиналып жүрмін десем болады. Өйткені ұрысқан кезде жауап берсе, оны да проблема ретінде көреді. Ұрыссам жауап қайтарады, ұрыссам маған қарсы сөйлейді деген секілді шағымданады. Ал енді жауап қайтармай үндемей тұрса, тағы да жақпайды. Сонда бала не істеу керек деген менде үлкен бір сұрақ туындайды да, өкінішке орай. Сондықтан менің ойымша ата-аналар өзінің не қалағанын білмейтін сияқты.
ата-аналар өзіне не керек екенін білмейтін сияқты. Сондықтан менің сіздерге өтінішім, құрметті ата-аналар, әуелі бірінші өздеріңіздің не қалағандарыңызды, өзіңіздің балаңыздан нақты не күткеніңізді бірінші нақтылап алсаңыз, біліп алсаңыз, одан кейін барып балаңыз бен қарым-қатынасқа көшсеңіз. Мысалы, мына жердегі сұрақ шынымен маған өте бір қызық болып көрінді. Яғни, әрине ол қорыққаннан кейін жауап қайтармайды. Өйткені сіз оған жауап қайтарсаңыз, жауап қайтардың деп тағы да ұрсасыз, жауап қайтарса, тағы да соны одан ары басасыз деген секілді. Сондықтан ол не істейді? Жауап қайтармайды, ішке жинай береді, оның бәрі агрессия болады. Оны барады да өзінен әлсіздерге шығарады. Сыныпта достарына немесе өзінің бауырларына оны шығарып, өзін солай тазалауға тырысады. Енді не істесем болады дейді, бұның барлығына өзім кінәлімін, негізі дұрыс айтасыз. Бала құрсақтан тәрбиеленеді демекші, құрсағымда жатқанда өзім осындай едім дейді. Енді құрсақта жатқанда деген сөзді де мүмкін бұл жерде сәл толық түсінбей жатқан сияқтымыз. Енді құрсақта сіз бала құрсақта болғанда көп жыбырлауыңыз баланың жыбырлақ болуынан көп әсер ете қоймас. Көбірек агрессиямен жүрген болсаңыз, ішкі депрессиямен жүрген болсаңыз, немесе көп ұрыс-керіс айғай-шу болған болса, көп стресспен болсаңыз, бұл әсер етуі мүмкін. Сондықтан Жүсіп Баласұғын бабамыз айтады, құрсақтағы тәрбие ол өлгенге дейін, қабірге дейін бірге болады дейді негізі. Сондықтан бұған да әрине көңіл бөлу керек. Енді кейін қызым өмірге келген соң қит етсе ұра беретінмін, маған қандай кеңес бересіз, қалай тәрбиелесем болады енді, өзімнің жасаған қателігімді қалай жөндесем болады, өтініш жауап бересіз бе депті. Бұл жердегі басты проблеманы негізі соңында ата-ана өзі жазып, өзі мойындап отыр. Яғни ұра беру, ұрса беру, айғайлай беру. Яғни қысым, біздің терминмен айтқан кезде жаза. Баланы жазалай берген кезде балада осындай әртүрлі ауытқулар пайда болады. Сондықтан құрметті ата-аналар, не істесем болады деген сұрақтың бірінші жауабы жазалаудан бас тарту керексіз. Негативті әдістермен баланы тәрбиелеу деген ойды жою керексіз. Яғни оның орнына позитивті әдістермен баламен дұрыс байланыс орнату, дұрыс қарым-қатынасқа көшу деген әдістерді қолданып, балаңызды бір тұлға ретінде қабылдау керексіз. Оны Алла тағала тарапынан сізге берілген бір аманат ретінде қабылдап, солай қарым-қатынас орнатуға көшу керексіз. Негізі ешбір бала проблема емес, ешбір бала проблема болып дүниеге келмейді. Тек қана оны түсінбейтін, жанын түсінбейтін өкінішке орай ата-аналар оларды осындай бұзықтықтар жасауға итермелейді, соған мәжбүр қылады. Сондықтан құрметті ата-аналар, балаларымызды бұзық болуға, жағымсыз әрекеттер жасауға мәжбүрлемейік.